Мен Баянбаева Гүлдариға Құрманбаевна Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Ақтау көлік колледжінің химия пәнінің оқытушысымын. Сабақтың тақырыбы көмірсулардың қасиеттерін зерттеу. Бұл практикалық сабақ күнделікті өмірде қолданылып жүрген көмірсулар, соның ішінде глюкоза мен крахмалдың кейбір қасиеттерін қазір қарастыратын боламыз. Глюкоза өздеріңізге белгілі екі дайлы қасиет көрсетеді. Глюкоза әрі көп атомды спирт, әрі альдегид спирт. Қазір альдегидтерге тән күмісайна реакциясын жасап қараймыз глюкозаның қатысуымен. Сонымен бірге көп атомды спирттерге тән мыс гидроксидімен әрекеттестіруін қарастырайық. Біз бірінші тәжірибеде глюкозаның күмісайна реакциясы, яғни альдегидтік топ бар екен, күмісайна реакциясы жүретін көреміз. Ол үшін мен алдын ала мінекей күміс нитраты мына тұздан алып, мында салып қойдым. Қазір соны аздап ертеміз. Аздап ертеміз де үстіне глюкозаның ерітіндісін қосамыз. Мынау глюкоза бұл енді жеміс шырынында болады. Қазір глюкозаны алып, ертіп осыған қосайық. Глюкозаны алдық. Ертеміз. Өздеріңіз байқағандай глюкоза толықтай еріп кетті. Бізде күмісайна реакциясы жүру үшін аммиакты ерітінді керек. Енді осы аммиактан қосамыз. Аммиакты орта болу үшін. Ерітіндімізге жаңағы еріткен күміс нитратын қосайық. Бұл жүретін реакция, сондықтан біз су ваннасының эффектісін жасау үшін алдын ала қойылған ыстық суға батырып қоямыз. Күміс оксидіне айналып, одан глюкозада тотықстану біршама уақыт алатын процесс. Сондықтан мына араластырамызда салып қоя тұрып, глюкозаның екінші қасиетін қарастырайық. Жаңағы күмісайна реакциясын қарайтын болсақ, мінекей сынауықтың қабырғаларына айна ұқсап күмістің отырған көруге болады, ол жылтырап көрініп тұр. Енді келесі реакциямызды бастайық. Қазір мынау крахмалдың ерітіндісін алдым. Крахмалдың өздеріңіз білесіңіз, өткен сабақта өткенімізге байланысты крахмалдың ерітіндісіне йод тамызсақ, ол сапалы реакция. Сия көк түсті түске бояу, йодтың түсі сия көк түске бояу керек. Крахмал қатты ерімей, крахмалдың ерітіндісіне енді көбірек су құяйық. Суық суда онша ерімейді мінекей. Осыған енді йодтың бір тамшысын тамызайын. Қандай түске боялды? Сия көк түске боялды. Енді крахмалға көбірек су құйып қыздыратын болсақ, крахмал гидролизденіп глюкозаға айналады. А глюкозаны йодтың көк түске бояйтын қасиеті жоқ. Оны қазір қыздырғанда көресіңдер.
Екі. Крахмал гидролизден глюкозаға айналды. Глюкоза йодтың түсін боямайды. Қазір осыны салқындатсақ, қайтадан көк түс пайда болады. Бұл енді кішкене ысып кетті, қазір салқындатамыз. Салқындатқанда қайтадан крахмал түзіледі. Глюкозалар бірігіп, крахмал йодтың түсін көк түске бояйды. Неке көріп тұрсыңдар, қайта салқындатқан уақытта крахмал йодты көк түске бояды. Қайтадан қыздыратын болсақ, бұл қайтадан жойып кететін болады. Балалар, мына тәжірибелерде сіз көмірсулардың бірнеше қасиеттерімен таныстыңыздар. Бірінші, глюкозаның күміс нитратымен аммиакты ортада күміске дейін тотықсыздануы, яғни глюкозаға тән күміс айна реакциясымен таныстыңдар. Екінші тәжірибеде крахмалға тән сапалық реакция крахмалдың йодты көк түске бояуымен таныстыңдар. Сонымен бірге крахмалға су қосып қыздырғанда крахмал гидролизденеді. Ол кезде пайда болған глюкоза йодты көк түске боя алмайды. Осы екі тәжірибеге куә болдыңыздар. Енді әрбір тәжірибенің сонда берілген реакциялардың теңдеулерін жазасыңдар және қорытынды жазасыңдар. Слайдтардың соңында 5 нұсқаға бөлінген сұрақтар тұр. Әркім өзіне тиісті нұсқаны орындап, жазып көрсетесіңдер. Келесі сабақта бағалайтын боламын. Осымен бүгінгі тәжірибелік сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.